Менің балдарым Ильяс пен Қайрат екеуі де жұмыста заочно оқып жүрді. Олардың намаз оқығанына бір жылға жетер жетпес, бір жылдың шамасы. Өздері Құран кітап алып, намаздың кітаптарын алып, сол ықыласымен сол намазға жығылам деген соң, біздерде көп бір мән алған жоқпыз, оған қарсылық білдірген жоқпыз. Үйде намаз оқып, сосын сол жұма күндері жұма намаз мешітке барады. Басқа оның шамасы жоқ. Үлкен балам Ақтауда жұмыс жасап жүрді 15 күндікте. Екіншісі осы өзенде ДТШ-да жұмыс жасады, тренер болып. Кетер күні сол 17-сіне шығып кеткен. Екеуі де біреуінің задолженнигі бар, мына Ақтауда оқиды, біреуі жаңа гуманитарный колледжде спортивный несінде. Соның задолженнигін тапсырам деп, екіншісі Атырауда оқиды. Ол ақшасын, расчетный заттарын аламыз деп, соның ақшасын төлейміз деп кеткен. 4-5 күн өткеннен кейін барып, 18-не бұлар Мақашқалаға ұшып кеткен деген хабар келді, сол кембілерден. Сонымен кембілер біздерді ата-ананы жан-жақтан шақырып, бізді тексеру басталды бұл. Балдарды қараудың орнына біздерді тексеру бастады. Сөйтіп жүргенде сол 28-не интернеттен сонда не шықты деп хабар келді ғой. Сол жаққа кетейік десек, мына комитет безопасностьларда қарсылық көрсетіп, біздерді жібермей, анық емес, анау емес, мынау емес деп сөйтіп жүргенде 15 күндей, 10 күндей тағы өтіп кетті арадан. Сосын біз Ақтаудағы ағамыз барып, сол балдар болып шықты ғой, сояқта жатқан. Сүйегінде берген жоқ, жерлеткенде жоқ, өздері жерлет сояққа апарып. Қайырға қойғанын айтқан жоқ. Білмеймін. Бізді Қазақстан жұмыс жасамайды. Елшіліктерді келіп хабар алған жоқ ешкімде. Террорист болса, халқының террористік денесін алып қайтатын несі жоқ, интерес жоқ. Жап-жас балдар әлі армияға бармаған, бір ай болған барғанына сөйерге. Автомат ұстады, автомат атты дейді, мал сой алмаған, тауық соймаған балдар қайдан білейін. Оның енді маған денесін әкеліп беруге көмектессе, соны разрешение алып берсін деп әкеліп бермей қойсын, өзіміз алып қайтамыз соның денесін. Басқа ештеңе не сұраймын мен көмек, не көмек, маған ешқандай көмек керек емес, маған бала тауып бер деп, мен оған айта алмаймын басқа орнына. Тірілтіп бер деп айта алмасам, тек сүйегін сұрайтыным бар, болды, жеріне осы жерге бұйырсын деп, Қазақстанның жерінде. Достары, кәдімгі жігіттер осы жерде жүр, бәрі де осы жерде оқыған балдар бар, ішінде намаз оқитын балдары бар. Олар ешқандай хабар алмаған ба осы жөнінде? Жоқ, ондай жөнінде ешқандай, бәрін сұрастырып көрдік қой, кеткен атыр, ондай хабар, ешқандай хабар білмейді ешқайсысы тек. Кімдермен араласатынын да білмейме достары? Олардың араласатын балдары сол өздері сол бір айдың шамасында сол 5 бала, сол қатарына 5 бала жүрді, солар бір-бірімен неғылып араласып, басқа балдармен де араласып жүрді. Ондай несі жоқ ешқандай. Қайдан білейін қалай кетіп қалғандарын. Ол аэропорттың сүгіретін көргенде тіпті ол балдардың бет-ауызы деген тіпті көретін адамда емес бет-ауызы. Кілең гипнозированный или бір наркотик айдап жіберген адам сияқты. Ұйықтап отырған балдар да өткен. Бұл жерден қалай жаңағы аэропорттың адамдары соларды жібергеніне мен де таңмын да. Бұл шетелден келген адаматтың өлген денесі болсын, заты болсын, сол террорист есебінде шығарады да, бұл бизнес екен үлкен. Сонда бір өлердің айтуы бойынша жаңағылардың сол денені алып кететін болсаңдар, әр денеге $70,000 ақша керек дейді. Сол аэропорттан өтірген адамдарды да қарастырып, Алматтан билет алған адамдарды қарастырып, соларды қол жағын, мына говоды бар, прокуратура, кембі бар ма, соларды ұстап, солардың бәрін анығына жетсе екен дейміз. Басқа не дейміз, біздерге тек сол балдарымыздың сүйегін алып келуге көмектессе екен сояқтан, посольствоға шығып, заттарын ағылып. Жерлегенде де өздерімізді апартқан жоқ. Енді құлпытас қоюға барайын деп отырмыз. Құлпытасын заказ беріп қойдық сояққа. Қайдан қолдарымыздан келгенін істеп жатырмыз. Үкіметсіз ақ өздеріміз алып келер едік, соны разрешение берсе.
тек уруксатын берсин солардын